Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз географиялық зерттеу әдістері. Географиялық зерттеу әдістерінің бірі мониторинг әдісі. Мониторинг, балалар, қоршаған ортаның жай-күйін бақылау, баға беру және болжау әдісін айтамыз. Ең алғаш мониторинг терминін 1972 жылы Стокгольм конференциясында енгізілді. Мониторингтің 3 деңгейде жүргізіледі: ғаламдық, аймақтық және жергілікті деп аталады. Бұл деңгейлердің әрқайсысына тоқталатын болсақ, ғаламдық ол атмосфера, озон қабаты, гидросфера, өсімдік, жануарлар дүниесі жалпы алынады. Ғаламдық түрде, деңгейде. Аймақтық ол геожүйе, агрожүйе, орман жолақтары, жойылып бара жатқан биоалуантүрлілік, ол аймақтық деңгей болып табылады. Ал жергілікті ол өзендер, жерасты сулары, топырақ, қалдық сулар деңгейінде жүргізіледі. Енді мониторинг әдістеріне әуе ғарыштық және жер бетілік деп екіге бөлінеді. Әуе ғарыштық деген түрін алатын болсақ әдісін, ұшақтарда әуеден түсіретін түсірілім 10-20 километр биіктіктен түсірілсе, зымырандардан 0-250 километрге дейін, ал жерсеріктерден 200-1500 километр биіктіктен түсіреді екен. Жер бетілік географиялық, физикалық, химиялық, биологиялық деректерді өңдеу немесе дешифровка әдісі деп бөледі екенбіз. Екінші әдістің түрі, географиялық зерттеу әдісінің түрі, ол сараптама әдісі. Белгілі бір аумақтарды игеруге, жаңа кәсіпорындар мен жолдар салуға, табиғатты қорғауға қатысты мәселелерді шешу үшін сараптама жүргізіледі екен. Енді осы географиялық сараптаманы экологиялық географиялық сараптама және экономикалық географиялық сараптама деп екіге бөлеміз. Енді қараңдар, өзі айтып тұр, экологиялық географиялық сараптама не үшін жүргізіледі? Ол нысандардың табиғи ортаға және табиғи ресурстарға әсерін бағалау үшін. Қойылатын талаптарға қоршаған орта өзгерісінің сәйкестігін бағалау үшін. Қаншалықты сол жер ластанған, қаншалықты қоршаған орта өзгеріп жатыр. Міне соны экологиялық географиялық сараптамадан өткізеді екен. Ал экономикалық географиялық сараптама бұл аймақты дамытуда нысанның тиімділігін бағалау үшін жүргізіледі екен. Яғни ол табиғи шаруашылық кешендерге, экономикалық және әлеуметтік нысандардың әсерін бағалау үшін жүргізілетін сараптаманың түрі екен. Енді топтық сараптама түрлеріне Дельфи әдісі және миға шабуыл әдістері жатады екен. Ал енді осы сараптама сарапшылардың санына байланысты екіге бөлінеді екен. Жеке және топтық болып. Дельфи әдісі бұл 1964 жылы америкалық Рэнд корпорациясы негіздеген болып табылады. Оның ерекшеліктері көп деңгейлілігі, жасырындылығы, сырттай жүргізуге болатындығы, салыстырмалы түрде әділдігі болып табылады екен. Енді осы Дельфи әдісімен сараптама жасау кезеңдеріне тоқталатын болсақ, бірінші сарапшылар тобы құрылады екен. Сол әр мәселені әр сарапшының тәуелсіз көзқарасы ескеріледі екен. Барлық сарапшылардың жауаптарын талдайды екен, ол нәтижелерін жалпылайды екен, шешім қабылдайды, шешім қабылданбады, шешім қабылданды деп шешім шығарады екен. Ал енді нәтижелерін ең аяғында жариялайды екен.
Яғни осындай тұрғыда Дельфи әдісінің кезінде осындай кезеңдер арқылы жүргізіледі екен. Енді Жапонияда өткізілген Дельфиде 2659 сарапшы 13 сала бойынша пікір алмасқан екен. Енді миға шабуыл әдісі екіншісі. Бұл миға шабуыл әдісінің өзі 4 түрі бар екен. Ол тікелей миға шабуыл, пікір алмасу, шығармашылық жұмыс және ынталандырушы бақылау деп атайды екен. Тікелей миға шабуыл көптеген сарапшылардың көзқарастарын ұсыну арқылы идеялар жинақталады екен. Пікір алмасуда саны шектеулі жеке сарапшылардың қатысуымен жүргізіледі. Ал шығармашылық жұмыс жетекші сарапшының басқаруымен тапсырмалар орындалады екен. Әрбір сарапшының өзіндік сценарий ұсынуы ол ынталандырушы бақылауға жатады екен. Міне осындай миға шабуылдың 4 әдісі бар екен. Осыны есте сақтау керек балалар. Келесі әдісіміз эксперттік бағалау әдісі. Бұл бірнеше шешім арасынан ең үздігін таңдауға, зерттеліп отырған үдерістің дамуын болжауға және күрделі мәселелердің шешімін табатын бағалаудың әдісі болып табылады екен. Эксперттік бағалауды жеке және топтық деп екіге бөледі екенбіз. Енді жеке эксперттік бағалау. Олар 3-ке бөлінеді екен. Интервью әдісі, талдамалық әдіс және сценарийлік әдіс деп. Біріншісіне тоқталайық. Интервью әдісі сарапшыға проблемаға қатысты сұрақтар беріліп, бірден жауап алынады. Мысалы, оқушыға, мұғалім мысалы, тікелей сұрақ берді және оқушыдан жауап алды. Яғни бұл интервью әдісі болып табылады екен. Немесе журналистер сұрақ қойды, оған сұрақ қоюшы жауап береді. Талдамалық әдіс сарапшы ақпарат негізінде жағдайға, нысанның даму тенденцияларына баға береді. Бұл талдамалық әдіс болып табылады. Сценарийлік әдіс сарапшы нысанның немесе үдерістің болашақта қалай дамитыны жайлы болжам ұсынады. Міне осындай жеке эксперттік бағалау түрлері бар екен. Келесі топтық эксперттік бағалау түрлері. Ол ой қозғау, немесе миға шабуыл деп айтамыз. 635 әдісі екіншісі, үшіншісі Дельфи әдісі. Ой қозғау әдісі ұжымдық идеяларды жинақтайды, қарама-қарсы идеялар ұсынылады, пікір алмасу арқылы ортақ келісілген шешімге келеді екен. Бұл ой қозғау әдісінің ерекшеліктері. 635 әдісінің ерекшелігі. 6 сарапшы қатысады. Әрбір сарапшы 3 идея ұсыну керек. Сарапшыға идея ұсыну үшін 5 минут беріледі екен. Яғни міне 6 деп отырғанымыз 6 сарапшы қатысады. 3 идея ұсынады осы 6 сарапшы әрқайсысы. Сарапшыға идея ұсыну үшін 5 минут беріледі екен. Сондықтан ол 635 әдісі деп аталады екен. Сонда мүлдем жаңа құнды идеялар жинақталады екен. Дельфи әдісі бұл сарапшылар бір-бірін танымайды, анонимдік болады. Сарапшылар бір-бірімен кездеспейді. Ұзаққа созылған проблемалық жағдайды шешудің мүмкіндігіне баға беріледі екен. Міне осындай топтық бағалау, эксперттік бағалау түрлері бар екен. Енді осы эксперттік топтың саны қанша болады? Аса ірі эксперттік топтар 1000 мен 3000 метр, 3000 адамға дейін болады екен. Үлкен эксперттік топтарда 100 бен 1000 адам. Орташа эксперттік топтарда 30-100 адам, шағын эксперттік топтарда 10-нан 30-ға дейін адам болады екен. Енді
салыстыру әдісі туралы айтатын болсақ, салыстыру балалар географияның барлық саласында ерте кезден бастап қолданып келе жатқан ең кең таралған әдістердің бірі. Осы ең алғаш салыстыру әдісін негіздеген немістің ғалымы Александр Гумбольдт екен. Және оның замандасы Риттер географиялық нысандардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын зерттеген ғалымдар екен. Енді салыстыру әдісінің 3 түрі бар екен. Ол синхронды салыстыру, екінші диахронды салыстыру, үшінші баламалау әдісі. Баламалау әдісі географиялық нысандарды теңеу болып табылады екен. Мысалы, ежелгі грек оқымыстысы Платон жер шарын тірі ағзаға теңеген екен. Міне, мынау жер шары болатын болса, сол жер шарын тірі ағзаға теңеген Платон екен. Адамның басы дейді, ол Жапония дейді. Адамның қолдары, ол жаңа индустриялық елдер дейді. Адамның аяғы дейді, ол Қытай мен Үндістан дейді. Ал ішкі ағзалары, ол мұнай экспорттаушы елдер деп есептейді. Бір нәрсеге балап, бір нәрсеге ұқсастырып таңдайтын әдіс осы баламалау әдісі болып табылады екен. Енді синхронды салыстыру дегеніміз нысандарды бір уақыт аралығында қасиеттері мен көрсеткіштерін салыстыру. Мысалы, 1900 жылы мына саяси картада қандай өзгерістер болды? Соны бір уақыт аралығында, яғни бір жыл ғана алатын болсақ, ол синхронды салыстыру болады. Ал енді диахронды салыстыруда бір нысанды бірнеше уақыт аралығында салыстыруды айтамыз. Мысалы, Африканы 1900 жылы, 1920 жылы, 1950 жылы, 70-ші, 2000-ші жылдарын бірнеше уақыт аралығында салыстыруды диахронды салыстыру деп айтады екенбіз. Келесі географиялық зерттеу әдістерінің бірі сандық әдіс. Географиялық деректерді талдау үшін қолданылатын математикалық және статистикалық әдістердің жиынтығын сандық әдіс деп айтамыз. Сандық әдіс 20 ғасырдың басында пайда болды. Оған қандай әдістердің түрлері жатады? Мысалы, мерзімді қатар жатады. Нысанның уақыт бойынша өзгеруін сипаттайтын әдіс мерзімді қатар деп аталады. Мына жерде мысалы, Арал теңізінің әр жылдар бойынша қаншалықты кішірейіп баратқандығы, тартылып бара жатқандығы мерзімді қатар бойынша анықталып тұр. Келесі сандық әдісінің түрі, ол теңгерім әдісі. Ол кіріс пен шығысты есептеу әдісі. Ол мысалы дүниежүзілік су айналымын мысалға алуға болады. Сандық әдістің тағы да бір түрі таңбалы әдіс. Нысандарды нақты деректер негізінде математикалық үлгілеу әдісі, мысалы блок сызбалар, кестелер, графиктер, бұлар таңбалы әдістердің қатарына жатады екен. Сандық әдістердің түрлері сонымен қатар рангтерге жіктеу, мысалы нысандардың сандық деректері бойынша топтастыру, ол мына формула арқылы анықталады екен. X тең максимум минус минимум, соны 3-ке бөлгендегі. Мысалы, мына жерде осы жердегі тұрған мемлекеттердің туы жоғары елдер, туы орташа елдер, туы төмен елдер. Яғни, бұл жерде туу көрсеткіштерін рангтерге жіктеу арқылы көрсетіп тұр елдерді. Келесі әдіс модельдеу әдісі. Бұл нақты нысанның құбылыс немесе үдерістің маңызды белгілері мен байланыстарын жалпылама түрде бейнелейтін жеңілдіктер үлесін айтамыз. Ең алғашқы модельді жасаған
ол 1826 жылы Йоган Генрих фон Тюнен жасады. Оның ғылыми еңбегінің аты оқшау мемлекет деп аталды. Географиялық модельдердің түрлері ол заттық модель және ақпараттық модель болып бөлінеді. Заттық модель нысанның, құбылыстың зат түріндегі нақты пішінін береді. Мысалы, оған глобус жатады. Ақпараттық модель ол нысан, құбылыстың қасиеттері мен күйін, маңызды байланыстарын сипаттайтын ақпараттар жиынтығын айтады. Енді осы ақпараттық модельге қандай модельдер жатады дейтін болсақ, вербальды ол ауызша немесе жазбаша сипаттауды айтады. Графикалық ол карта арқылы, сызба арқылы болуы мүмкін. Кестелік өзі айтып тұр, кесте түрінде болады. Ал математикалық ол математикалық формулалар арқылы анықталады екен. Заттық модельдер, мен жаңа айтып кеткен, мысалы, глобус жатады дедім. Мысалы, мынау үйдің макеті моделі тұр, мысалы. Бұл нысанның геометриялық, физикалық, динамикалық сипаттамаларын бейнелеу үшін қажет екен. Баламалы модельдеу нысан, құбылыстың қасиеттерін жете зерттелген немесе зерттеуге қолайлы, ұқсас балама негізінде көрсетуін не деп айтамыз? Баламалы модельдер деп айтамыз. Таңбалы модельдер, мен жаңа айтып кеткен, зерттелетін нысан немесе құбылысты таңбалар жиынтығын түрінде көрсету, мысалы, сызба түрінде көрсету, карта түрінде, график, формула түрінде көрсетуді таңбалы модельдер деп айтады екенбіз. Логикалық модельдеу. Логика өзі айтып тұр. Зерттеудің бастапқы кезеңінде модельдеуде нысан мен құбылысты зерттеуші ойында көрнекті түрде елестету арқылы жасалынатын модель логикалық деп атайды. Ойында бір нәрсе тұрады, соны елестету арқылы жасайды. Келесі географиялық зерттеу әдісіміз, балалар, ол аудандастыру әдісі. Өзіндік белгілері бар, аумақтың жүйелерді анықтап, кеңістіктегі шекараларын белгілеу, сипаттауды аудандастыру әдісі деп айтамыз. Аудандастырудың физикалық және экономикалық аудандастыру деген екі түрі бар. Мысалы, физикалық аудандастыруда Қазақстанды біз 9 физикалық географиялық аймаққа бөлген болатынбыз. Мысалы, біріншісі Шығыс Европа жазығы, екіншісі солтүстік Қазақ жазығы, немесе Батыс Сібір жазығы деп айтамыз. Үшінші Тұран жазығы, төртінші Орал, Қазақстанда Мұғалжар деп аталады. Бесінші Сарыарқа, алтыншы Алтай, жетінші Сауыр Тарбағатай, сегізінші Жетісу Алатауы, тоғызыншы Тянь-Шань таулары. Ал экономикалық аудандастыру. Қазақстанды біз солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс, орталық деп бөлеміз. Осы Қазақстанды экономикалық аудандарға бөлген орыстың қауымы Баранский болатын. Ареал дегеніміз не? Белгілі бір түрдің немесе нысанның таралған аймағын ареал деп айтамыз. Мысалы, мына жерде Амур тигрінің, жолбарысының таралған түрлері. Сол қай жерде таралған аймағы қай жер, соны ареал деп айтамыз. Ареалдың екі түрі бар. Біртекті және торапты деген түрлері бар. Біртекті аудандастырылатын нысан немесе құбылыс ареалдың барлық бөлігінде бірдей таралуын біртекті деп айтамыз. Ал торапты ареал дегеніміз аудандастырылатын нысан немесе құбылыс ареалдың орталық бөлігінде айқын, шеттеріне қарай жиілігі төмендеуін торапты ареал деп атайды екенбіз. Енді ареалдарды анықтау жолы Холина деген орыстың ғалымы бойынша қосу бөлу бойынша. Яғни, егер төменнен бастап аудандырсақ, ол жинақтамалы аудан,
Ал жоғарыдан төмен қарай аудандастырсақ, ол талдамалы аудан болып табылады. Физикалық географиялық аудандастыруда жетекші фактор бар және беттестіру деп екіге бөледі. Жетекші фактор аумақтың табиғат ерекшеліктерін қалыптастыратын жетекші факторды анықтау. Мысалы, геология мен климат жатады. Беттестіру екі тақырыптық картадан жетекші факторлардың ықпал ету аймағының шекараларын белгілеу. Геология және климатын айтамыз мысалы. Экономикалық географияда аудандастыру сапалық және сандық тәсілдеме бойынша жүргізіледі. Сапалық талдау аумақтардың нақты даму мәселелері мен өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес жүргізіледі. Сандық тәсіл аумақтар статистикалық және басқа есептеу көрсеткіштері негізінде маңызды белгілеріне қарай топтастырылады екен. Енді аудандастырудың құрылымдық сызбасы Ресейдің географтары Гладкий мен Чистабаев бойынша физикалық география, экономикалық география, саяси география, мәдениет географиясы деп бөлінеді екен. Физикалық, сіздер білесіздер, физис деген табиғат деген сөз. Яғни географиялық қабық жатады, географиялық белдеуге бөлінеді, табиғат зонасына, аймаққа, ауданға, яғни жергілікті жер типіне байланысты ландшафтқа бөлінеді. Ал экономикалық география әлемдік экономикалық кеңістік, интеграциялық одақ, ұлттық экономикалық кеңістік, ірі экономикалық аймақ, орташа экономикалық аудан, шағын экономикалық аудан болып жіктеледі екен. Саяси география бұл дүниежүзінің саяси кеңістігі, әлемнің ірі геосаяси бөліктері, әскери саяси блоктар, ұлттық геосаяси кеңістік, мемлекеттің шекаралық зонасы, жергілікті шиеленіс ошағы деп бөлінеді екен. Мәдениет географиясы әлемдік өркениет, жеке өркениет, ұлттық мәдени кеңістік, мемлекеттің геомәдени ядросы, ұлттық мәдениет, қала мәдениеті болып бөлінеді екен. Мінекей балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.